Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Ауыл аймақ аман есен ба? Бота тайлақ 60 апа 70 жезделеріңіз аман ба деп қояйын. Енді әңгіме қызылып жатыр. Былай сәл шетірек отырайық. Жолдың жағасына отырған қазір машина ары өтіп, бері өтіп, ары өтіп, бері өтіп мазаны алып жүрмесін. Біз жұмысқа шықпадық. Соңғы ақпараттарды айта кетейік. Мынау Ресей мен Қазақстан арасында өткен жиналыста Тоқаев сөйлеп, ол жерде енді не деп сөйлегенде алдыңғы видеода айтқам, осы видеода айта кетейін енді. Әңгіменің ашығы маған батыстан осы соғысты аяқтағысы келетін елдерден қоңырау көп түсіп жатыр. Тоқаевқа мүмкін Трамп айтқан шығар, енді не болса да Ресейге жақын тиіп тұрсындар ғой, енді Путинге бір ақылын айтып жіберсе, бұл ешкімге керек емес, соғыс тоқтатсын, анау да мынау. Же болмаса Еуропа елдері алдында Еуропаға жиналысқа барды, сол кезде айтқан шығар. Маған анамынан қоңыраулар түсіп жатыр. Бұл мағынасы жоқ, соғысты тоқтатсаңыздар. Бұл екі елдің арасындағы соғыстан тек қана жастар өліп жатыр. Ешкімге пайда болмай жатыр әңгіменің ашығы. Біз ешқандай елге болыспаймыз, Украина елін сыйлаймыз, құрметтейміз, және де ұлы орыс халқы мен енді халқының бұрын қандай аралассақ, қазір сонда араласамыз деген сияқты бір әңгімені айтқан еді. Соған енді Песков жауап берді. Песков айтыпты, енді ол жерде жиналыс болған жерде ондай әңгіме айтылу керек пе еді, айтылу керек емес пе еді, не болса да Тоқаевқа мүмкін Еуропа елдеріндегі басшылар же болмаса Трамптың өзі айтқан шығар, Путинге бір айтып көр енді деп. Сөйтіп енді Песков айтыпты. Зеленский әлі бұған ешқандай үн қатпапты. Енді кешке жаңалық сіздерге айтам. Кім? Песков Ресейдің хатшысы, Путиннің хатшысы ғой енді. Сол айтыпты, Тоқаев мырзаның айтқан естік анау да мынау, соғыс қашан аяқталады десеңіздер, егер Зеленский біздің бұны алдында да айтқан, алдында Түркияға барған кезде жиналыста біздің шарттарымызға көнетін болса, соғыс бүгін көнсе, Украина біздің қойған шарттарымызға ертең соғыс бүтеді деген әңгіме айтқан еді. Айтыпты, біздің шарттарымызға көнетін болса, бүгін көнетін болса, ертең соғысты аяқтаймыз депті. Ол не шарт десеңіздер, енді қателеспесем қазір Украинаның бір 4 облысының жартылай, біреуінің 100% болмаса да 80-90%, біреуінің 20-30%, біреуінің 50%, біреуінің бір 65-70% жерлерінде Ресейдің әскерилері тұрды, енді толық басып алмайды. Сол жерлерде Ресейдікі деп мойындайтын болса Украина, біз соғыс аяқтаймыз деген еді. Бірақ Песков айтыпты, сондай жағдай болатын болса, Украина әскерін артқа шегіндіретін болса, біз соғыс ертең аяқтауға болады. Тоқаевтың ұсынысына енді жауап беріп жатыр ғой. Же болмаса біз соңына дейін барамыз, әскери күшпен өзіміздің қойған мақсатымызға жетпей қайтпаймыз деп айтыпты әңгіменің ашы. Енді олардың мақсаты қандай? Соғыс басталған кезде мақсаты қандай болды? Қазіргі мақсаты қандай? Енді оны қазір ешкім басып айта алмайды. Мен ойлаймын, ол қазіргі мақсатының өзін Путиннен сұраса да қазір Путинді айта алмайды деп ойлаймын. Неге десеңіздер, соғыс өте қиын болып жатыр екі елге де. Енді Зеленский алдында айтты, егер соғыс осы жылы бітпесе, осы қыс Ресейге өте қиын болады деді. Неге десеңіздер, қазір бензин тапшылығы болып жатыр. Тоқ беретін станциялар жарып жатыр. Енді бензин таусылып, тоқ беретін станция жарылса, алдына бір блогер айтқан еді. Мына көлікке бензин жетпей жатқан қазір Ресей халқына бұл мәселенің бергі жағы қыс болады. Қыс болған кезде свет тоқтап қалып, бензинмен жанатын генератор алып, свет жағайын деген кезде генераторға бензин таппай қалған кезде ол өте қиын болады деген еді. Сондықтан соғыс қазір бітпейді. Песковтың әңгімесіне қарасаң, Түрсе жыртылғанша соғысамыз деп жатыр. Тоқаев енді ұсынысты берді. Оған Путиннің орынбасары дей салайықшы бапты. Хатшысы жауап берді. Соғыс тоқтамайды деді әңгіменің ашығы. Одан кейін осы мен енді ол
алдында бір біздің неге шабуыл жасалды деді, не даты, танкерлерге. Танкер болған кезде монотасин кемеге Қазақстандықына тағы басқа елдеріне шабуыл жасап, Трамп Украина халқына, Украина еліне айтқан екен, Ресейдікінен басқаларына тиіспеңдер деген екен деген әңгіме болған еді. Қазір мынау Евлоев деген бір орыс, енді әңгімесіне қарасаң, енді орыстығы дұрыс деп тұрған блогер, енді профессионалды тұрғыдағы оқыған журналист, соның әңгімесі алдына шығып қалды. Ол жерде айтып жатыр, Зеленский дейді, осы келесі апта ол Трамппен жолығады, Трамп қателеспесем шақырды. Енді ол жерге Путин деп Зеленский кәдімгідей дайындалып жатыр. Ол 4 жыл бұрынғы Зеленский мен қазіргі Зеленскийді салыстырсаң дейді. Осы әңгіменің ашығы 4 жыл бұрынғы Зеленский тек өзін және де ақшаны ойлап қалған Зеленский еді. Өзім деп қалған Зеленский еді. Қазіргі Зеленский одан өткен өзім деп қалған Зеленский әңгіменің ашығы. Оған Украина халқы өліп жатыр ма, соғыста өліп жатқан жоқ па, оған басын ауыртып тұрған жоқ, оған қалтасы қалыңдаса, мен жемеген қарым боғыммен піссін, менің ұйқым тыныш деген сияқты әңгімені айтып келе жатқан Зеленский тағы Трамппен жолығуға кетіп бара жатыр. Бұл соғысты аяқтау керек еді. Зеленский өзімшіл Зеленский енді Еуропа елдерінің біраз басшылары дейді. Барлығы өзімшіл, өзінің халқын ойламайды. Енді Зеленскийді Евлоевтың әңгімесін бір соғыс қалай басталғанын білмей қалған адам тыңдаса, шынымен ойланып қалады. Өз халқын ойламай, енді айтып жатыр ғой, өз халқын ойламай, тек ақшаны ойлап жатыр. Ақшаны ойлап жатыр дегенде енді әскери көмек беріңдер, ойбай деп енді Зеленский енді барған жерінде сұрайды ғой, соны айтып жатыр. Ол әскерге кетіп жатыр ма, өзінің қалтасына кетіп жатыр ма деген әңгімені айтады да. Ол әскерге кетіп жатыр ма, өзінің қалтасына кетіп жатыр ма, оның нәтижесін көріп жатыр. Мүмкін өзінің қалтасына кетіп жатқан жер, бірақ Украинаның жерін қорғап тұрғаш. Сондықтан Евлоев әңгіменің ашығы Зеленскийді 180 Зеленскийдің қазіргі әлемдік сахнадағы кейпін 180 градусқа айландырып, осылай тұрса теріс қаратып қойып, оның түрі олай емес еді, бұлай деген әңгімені айтып жатыр. Өз халқын ойламайды. Бұл соғысты әңгіменің ашығы Песковтың айтқан әңгімесі келіп тұр ғой. Бұл соғысты өзінің Украинаның халқын өлтірмей-ақ келісімге келіп, бұл соғысты тоқтата салған жақсы еді депті. Және де Украинаның дрондары, Евлоевтің әңгімесін айтсаң, Иранның бір дрондарына барып, Иранның бір техникаларын барып ұрған ғой деймін. Енді Иран айтып жатыр дейді. Мен бұл ақпаратты шын білмейді екенмін, бірақ Евлоевтің әңгімесіне қарасаң, енді Иран Украинаны атуы мүмкін. Иранда алыс қашықтыққа ұшатын баллистикалық зымыран бар, бар. Ол алдында соғыс болған кезде Еуропаны да Американы да таңғалдырып қойды. Қателеспесем, Үнді теңізінде мекен бір алыс жерде тұрған Америка мен Британияның базасына барып екі зымыран ұшқан, біреуін жолдан әрең дегенде атып түсірген, екіншісі сол Америка мен Британияның базасына барып жетейін деп қалған кезде оны атып түсірді. Бұндай 40 жылдың арғы жақ бергі жағында санкцияның астында жатқан елде бұндай технология қайда деп енді біраз ел ойланып қалған еді. Евлоев соны айтып жатыр. Олардың алыс қашықтыққа ұшатын зымырандары бар. Енді Иран Украинаны атуы мүмкін дейді. Осы әңгіменің ашығы Украина, Иран мен Американың арасында бір енді екі ел соғысып жатыр. Сол елге кірісіп бір бұлыңғыр бір істеп қойған ау, мына әңгімесіне қарасаң. Жалпы сондай. Евлоевтің әңгімесіне қарасаң, бұл соғысқа кім еді аты? Зеленский кінәлі әңгіменің ашығы. Песковтың әңгімесіне қарасаң, бұл соғыс ертең бітеді. Тек біздің шартқа Украина көнсе болды. Біз де көнеміз. Біздің шартымызға көніп, біз айтқан шарттарды орындаса, біз соғыс тоқтатамыз деген әңгімені айтып жатыр. Енді кешке жаңа жаңалықтар шығады. Соған қарап отырыңыздар. Жақсы байланыстамыз.